Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Данияр Сұлтан Каспий жолы арнасындасыздар. 2018 жылдың наурыз айынан бастап біз Каспий жолы арнасына апта сайын бір видео жүктейміз деп жоспарлағанбыз. Бір апта, 2 апта, 3 апта, 4 аптадан кейін бізде келесідей қызықтар пайда болды. Бірінші себеп, қазақ тілді кәсіпкерлер өз білімімен бөлісуге дайын емес, әрине барлық емес. Екінші себеп, қазақ тілді кәсіпкерлердің арасында әлі личный брендтің, видео маркетингтің күшін әлі сезінбейді. Ал үшінші себеп, қазақ тілді кәсіпкерлердің біраз тәжірибесі бар, опыты бар, мықты кәсіпкерлер әлі көпшілік алдына шыға қойған. Менде конверсия мынандай болды. Мысалы, екі кәсіпкерлерді түсіру үшін маған примерно 20-30 кәсіпкерлерге бару керек. Оларға айтам, түсіндірем. Еще оған уақытым, энергиям кетеді. Және де операторға, монтажерға мысалы 30-40 мың теңге ақшам жұмсаймын. Бұл айтқан кезде тегін нәрсенің қадірі жоқ екенін енді түсіндім. Содан қазақ тілді кәсіпкерлер болмағандықтан уже видеоның байқаған шығарсыздар, Каспий жолы арнасының соңғы видеоларында, мысалы Максим Сарсенов пен Азамат Мырзамен Евошөз компаниясының негізін қалаушы орысша сұхбаттасуға тура келді. Себебі қазақ тілді енді өзінің білімімен бөлісетін кәсіпкерлер бар, бірақ өте аз. Бекбота етте қонақтамыз. Бүгінгі влогта мен VoiceRex компаниясымен және Бекбота ет компаниясының негізгі сатылым алып келетін, таза жасайтын 3 лайфхакпен бөлісетін боламыз. Нұрекен қонақта біздің арнада основной сауда алып келетін 3 площадка туралы әңгімелесуіміз керек. Сіз 1 жыл бұрын келдіңіз, е? 1 жыл бұрын. Осы 1 жыл бұрыннан осы күнге дейін қандай разница бар? Сіз 1 жыл бұрын келген кезде біздегі де примерно 100 мың теңге сауда бар еді, қазір 250-300 мың теңгенің арасында сауда жасаймыз. Енді бізге қызық болып тұрған қалай сол, қандай инструменттер қолданасыз? Дүкенде отыру керек азынан кешке дейін. Жарайды, екі дүкен ғой мысалы. Жарты күн ана жақта отырамын, жарты күн осы жақта отырамын. Келген клиенттерді жеке-жеке күтіп алып, жеке-жеке шақырып алу керек. Барынша рекламаға ақша салу керек. Блогерлерді жалдау керек. Пиар-менеджерлерді жалдау керек. Рекламаға әрдайым ақша салып отыру керек. Менен көп сұрайды сол, сіз көп блогерлермен жұмыс жасайсыз, лайнерлермен солай өздеріңізге контролдайсыз? Сыры құпиясы бар ма? Адам ғой оларды жасасын. Саламатсыз или ассалаумағалейкум деп жазасыз, шақырасыз, келеді ғой. Қазір Қазақстанда қазақстандық брендті, местный бренд қолдау өте жүріп жатыр ғой. Қарқынды жүріп жатыр да. Сізге жауап бермей бара жатса, қолдамай бара жатса, сіз жазуыңыз мүмкін да жазсаңыз болады. Біз қазақстандық өнім, отандық өнім, сіз сонда қолдағыңыз келмей тұр ма? Или қолдамайсыз ба, әлде сіз отандық өнімді деп жазасыз. Отандық өнімді қолдамаймын деп ешкім айта алмайды. Қолдап сіздерге келеді, сол кезде сіз жаңағыдай... Конечно, мен оларға ақша төлеймін. Ақша төлейсіз, кейде жаңағыдай... Подарка жасаймын. Кейде тамағын бересіз, ет бересіз. Жоқ, біз ет бермейміз. Бермейсіз ба? Тамақ та бермейміз. Өздері төлеп алады. Жақсы. Ақшасын төлеп жейді. Тағы біз білмейтін, тағы қандай жарнамалық алаңдар бар. Продажаның конкретно мысалы қандай неден келетінді, мысалы Инстаграмнан келеді, блогерлерден келеді, сіз өзіңіз отырасыз, жеке адамдарға уақыт бөлесіз ғой. Ол бар екеуі жақсы болу керек. Кухня да? Если сіздің продуктыңыз, яғни жасап жатқан өніміңіз жақсы болмаса, сіз онда бизнес ашып жасамай айтқанда, тесік шелекке су құйып отқан сияқтысыз ба? Тесік шелек, тесік емес просто. Ақ шелектің түбі жоқ деген сияқты есепте берейікші. Просто жасап жатқан продуктыңыз өте бағалы болу керек та, өте өнімді болу керек та. Өнімді болғанда қалай? Қазақша қалай айтсақ? Сапалы ғой. Өте сапалы болу керек қой. Сапалы болу керек. Өзің жасап жатқан өнім сапалы болмаса, онда бизнес жасаудың қажеті жоқ. Көбісі ойлайды, көбісі поверхностный ойлайды. Бірақ астынан ойлау керек. Астынан ойлап, долгосрочно ойлау керек, долгосрочно, әрбір клиент жалғызым деген сияқты ғой, бұл айтқанда әрбір клиентке жеке внимание аударып. Жаңағы мен алдында бір маркетинг кітабы оқып жүрдім ғой. Сол кезде айтады да,
бір адамның дейді да средний статистика бойынша 200 танысы бар екен да, айналасында туысқаны бар. 250 деп едіңіз ғой сіз. Мен жұрттың бәріне сіздің айтыңызды айтып келдім ғой. Бір адам 250 адам актив. Жалпы средний ғой 200. Өтірік айтып жатсыз. Мен просто қазір есімде қалған шамамен айтып жатыр ғой. 250 десеңізші. 200 дегені бар. Мен өтірікші болып қалдым адамдар. Мен всегда айтамын, Данияр кәсіпкер жолы айтады және бір адам 250 адам алып келеді деп. 250 адам алып келеді. Сонда сіз бір адамға жақсы көңіл бұрып, жақсы продукт берсеңіз, егер соның көңіліне шығатын болса, значит 250 танысын айтады деп айтады. Бұл айтқанда сарафанды жұмыс жасайды. Иә. Осы мысалы Турандық деген ресторан білесіз бе? Сол жерде генеральный директор едік ше, басқарушы директормен отырмыз. Айтады, нұрбол дейді, осы ресторан ашатын болсаң, бірінші кухняңыз жақсы болсын дейді, не важно дейді, ол ішінде декоры, несі, қандай точка, ол қай жерде тұр, қаланың ана басында тұрмай, мына басында тұрмай, ол ешқандай не имеет значения. Просто кухняңыз жақсы болу керек дейді. Мысалы қытайский ресторан, Қытайдан сіз ең мықты болып әкелуіңіз керек дейді. Жалпы лайфхак сондай, иә? Ең бірінші әрбір клиентке жеке көңіл аудару керек. Екінші Instagram, реклама, блогер, байнер, ақшаны аямау керек. Үшінші жасап жатқан өніміңіз өте сапалы. Качествоға мән беру керек. Осындай достар, жалпы Бекболат компаниясының осындай нақты жұмыс жасайтын 3 сатып алаңына енді сіздер білетін боласыздар. Алдағы уақытта менің студия звукозаписім төртіншісі отырыңдар. Кәсіптердің басында отырыңдар. Бір жігіт айтады, бір магазині бар екен да. Бір магазині бар екен. Айтпай-ақ қоямыз кім екенін. Сөз иесін табады. Иә, сол айтады да. Мен айтамын, сіз неге магазиніңіздің басында отпайсыз деймін да. Сөйтсем мен магазиннің басында отырғым келмейді, өзіме ұнамайды магазин дейді да. Мен айтамын, өзің ұнамайды болсын, неменеге ашып тұрсың деймін да. Дүкен аштың ба, басында отыру керек деймін да. Значит, бұл жерден тағы бір сабақ шығады, өзіңе ұнайтын кәсіппен айналысу керек, басында отыру керек. Отыру керек, ауыру керек қой. Сен өзің жеке қызмет көрсетсең, әрбір өзіңнің келіп жатқан клиентіңе, ол клиент өзіне алады ғой. Әр адам кәсіпкердің ол білінеді, сырттан адам білінеді, өзінің продуктысын тұтынып, өзі қолданғанын білінеді да. Мысалы, адам бір киім шығарса, сол киімін киіп жүріп, аяқ киім шығарса, аяқ киім деген сияқты ғой. Иә, мысалы мен Инстаграм бар ғой, Инстаграмда мына жерде позвонить деген бар ма, позвонить деген. Осы жерде мен өзім нөмірімді қойып қойғанмын. Басатын болса прямой маған түседі. Не үшін мен сөйлесем, не үшін жауап беремін ол кісілердің бәріне. Мен өзімнің компаниямды изучать етіп отырмын. До конца изучать етіп. Осы проект на всю жизнь да. Мен шал болғанша, мен өліп кеткенімше или бала немере шөбереңізге Алла тағала қанша өмір береді, Құдай біледі. Сонда да сол өмірдің ақырына дейін жоспарлап жатырсыз. Жетсе екен деп осы кәсіп. Сол үшін ашылған кәсіп. Сіздерге алда сәттілік тілеймін. Voice компаниясының ашқанына 3 жылдай уақыт болды. Сол аралықта біз көптеген сатылым алаңдарын тексеріп көрдік, тестировать етіп көрдік, ақша да салдық, шығынды алдық, пайда да көрдік. Жалпы қазіргі таңда 4 жұмыс жасайтын сатылым алаңдары бар. Билл Гейтстің айтуы бойынша 21 ғасырда сенің бизнесің интернетте болмаса, сенің бизнесің өледі дейді. Сол себепті бірінші площадканы мен Инстаграмға беремін. Жалпы Инстаграм қазіргі таңда біздің Voice компаниясының сатылым алаңының 25-30% былай айтқан кезде продажасын қамтиды. Себебі қазір адамдардың барлығы Инстаграмда 17.100 подписчик бар. Әрине барлығы тірі аудитория, күнделікті осыншама адамдарды дайректке жазады. Жалпы күніне 1-2 клиент осы Инстаграмнан арқылы келеді десем артық айтпаймын. Жалпы Инстаграмнан тиімді болу үшін көптеген былай айтқан кезде құпиялар бар, құралдар бар. Менің ең қатты қолданатын құралдардың бірі ол былай айтқанда клиенттің отзывы, жаңағыдай до после дейді ғой. Мысалы бізде до обработки, после обработки жаңағыдай до макияжа, после макияжа деген сияқты. Былай айтқан кезде кез келген клиент өзінің келген кезде проблемасын шеше ма, шешпей ма деген былай айтқанда ой болады. Егер сен проблемасын оны дұрыстап шешетін болсаң, олар кез келген ақша беруге дайын деп ойлаймын. Сол себепті Инстаграмдарыңызды дамытыңыздар. Кәсіптеріңіз Инстаграмда болса, дұрыс жүргізетін болсаңыздар, сіздерге көптеген клиенттер болады. Екінші менің қолданатын сатылым алаңым ол OLX. 2014 жылы қателеспесем Украин жігіттері Қазақстан нарығына OLX кіргізді. Басында әрине сланды еді, кейін ребрендинг жасап
OLX деп өзгертіп алды. Қазіргі таңда күнделікті 300-400 мың қазақстандықтар OLX-ті тұтынады екен, білесіздер ме? Былай айтқанда онлайн қызып жатқан базар, былай айтқанда барахолка. Сол себепті біз де өзіміз осыны артқа кіріп, өзіміздің кусочек пирогамызды алып келсек па деп кірдік. Қазіргі таңда осындай жарнамамыз бар, осындай сұлу қыз, мынандай жерде копирайтинг, көптеген копирайтинг жазылған. Астында инстаграмға берген нұсқаларымыз бар. Жалпы бұл нәрсені шығару үшін, осы бір жарнаманы шығару үшін осы 40 шақты жарнаманы қолдандық, әртүрлі тест жасадық. Соның ішінде осындай эффективності мықты болады. Сол айтқанда біздікі до-после, мысалы макияж сияқты, до обработки, после обработки соны көрсетеміз. Барлық клиенттің проблемасын барлығын көрсетеміз, шешіп беретін болғандықтан хабарласады. Сол себепті OLX-ті қолдаңыздар. Бұл өте алпауыт мүмкіндік. Бұл жерге өзіңіздің жарнамаңызды тиімді салатын болсаңыз, әлбетте сатылымдарыңыз көбейетіні анық. Мен қолданатын үшінші сатылым алаңы, ол көп адамдар бұл мүмкіндікті білмей жүрген, бұл Тугис. Тугис бұл өте керемет мүмкіндік. Мен 2017 жылдың аяғына қосқам, содан бері аптасына жоқ дегенде 3-4 клиент Тугис арқылы келеді. Мысалы, Тугистің бір артықшылығы, қасыңыздағы, мысалы, райондағы адамдар, мысалы, студия звукозапись деп іздейтін болса, бірінші болып шығады, сол арқылы келеді. Былай айтқанда ешқандай ақысыз, тегін. Ақылда екінші түрі бар, ол контекстный реклама. Тугистің айына 20 мың ба, 25 мың ба, егер студия звукозаписьте бірінші шығады, қай жақта болсаң да. Бұл да өте керемет мүмкіндік. Достар, пайдаланыңыздар, қолданыңыздар. Бұның барлығы керемет жүріп тұрған инструмент. Мен үшін тиімді болған, мен үшін өте өнімді болған тағы да бір сатылым алаңы бар. Ол алаңды қолданып тиімді пайдаланатын болсаңыздар, клиенттер айналып, айтқанда поток болып келе береді. Бұл төртінші сатылым алаңды келесі бағдарламаларда бөлсем. Егер сіздерге қызық болса, төменде лайк басып пікір қалдырамыз. Ендеше кеттік дейік. Не ғой, мынау неоплатный болып очки киіп алған деген сияқты ойыңыз болмасын. Бұл очки, камера алдында тұрды, объектив, қасында монитор тұр. Мен осыған қараймын да, бүйтіп мониторға қарап тұрам, былай сізге қараған сияқты, бірақ мониторға қарап тұрмын. Сол себепті маған очки тағу өте тиімді болып тұр. Осылай дұрыс жағынан түсінесіздер.